Сәлем асылдарым. Бүгін біз осындай қиярдан өте дәмді, жеңіл салат жасаймыз. Бұл салатты қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады, дәмі енді керемет, сөз жоқ. Видеоны толықтай көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қиярымызды үлкендеу етіп турап аламыз. Қатты ұсақтап тураудың қажеті жоқ, өйткені маринадталған кезде қиярымыз езіліп кетуі мүмкін. Туралған қиярымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Бұдан бізде суы бөліну керек. Қиярымыз тұрған кезде укробымызды, жуамызды барлығын турап аламыз, жақсылап ұсақтап тураймыз. Жуамызды жіңішке етіп турап, оны қызып тұрған майда сары түске енгенше қуырып аламыз. Мінекей, күйдірмей қуырып аламыз. Енді жарты сағат тұрған қиярымызда осындай су бөлінеді. Бұны төгіп тастаймыз. Бізге керек емес бұл су. Төккеннен кейін үстіне жуамызды, укробымызды, қуырылған күнжітімізді салып, кориандр, қызыл бұрыш, қара бұрыш салып, жарты шай қасықтай уксус құйып, 1,5 ас қасық оливковое масло, 3 қасық соевый соус, чесногымызды теркіден өткізіп саламыз. 2 чеснок жарайды. Және бәрін болғасын үстіне қуырылған жуамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мұқият араластырамыз, барлығы бір-біріне араласу керек. Осы дайын немізді, қиярымызды бетін жауып 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей, салатымыз дайын, өте дәмді. Бұл салатты аяқ астынан келіп қалған қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал мен сіздерден лайк пен подписканы күтемін.